Бұл Бахашак онлайн өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бүгін 7-ші сабақтан 12-ші сабаққа дейінгі материалдың барлығын қайталайтын боламыз. Айтпақшы, менің ернім кішкене ісіп тұр. Байқағанда шығарсыз, айып етпеңіздер. Менің өзімнің белгілі тұрақты уақыттарым бар, осы видео сабақтарды жасайтын. Әрине мен ернімді сылтау ретінде қолданып жасамауыма да болушы еді. Бірақ менің жұмысымда тұрақтылық өте маңызды болғандықтан мен осындай ерінмен де видеомда жаза берейін деп шештім. Тағы да айып етпеңіздер, ал бастаймыз. Қараңыздар, бұл материалдың барлығын біз өттік. Пениндар жоқ, алдында айттым. Тікелей оқыған өте маңызды иероглифтерді жақсылап жақтайтын боласыздар. Ал кеттік бірінші сөйлем. Бірінші өзіңіз оқыңыз. Одан кейін мен оқимын, сосын екі нұсқаны салыстырыңыз. Бірдей болғанша дейін қайта-қайта қайталаңыз, жарай ма? Ал кеттік. Өзіңіз. Енді мен. 你会说汉语吗? 你会说汉语吗? Мағынасы: сен Қытай тілінде сөйлей аласың ба? Енді жауабын өзіңіз оқыңыздар. Енді менімен салыстырыңыздар. 是，我会说汉语。是，我会说汉语。Мағынасы: иә, мен Қытай тілінде сөйлей аламын. Түсінікті ғой, иә? Ал енді келесі сөйлемді оқимыз. Бұл жерде Қытай тілінің екінші нұсқасы бар. Егер бұл сөзді немесе басқа бір сөздердің тондарын, пининін немесе мағынасын есіңізге түсіргіңіз келсе, өткен видео сабақтарды қарап алыңыз да, қайтадан осы жерге оралып, жақсылап қайталаңыз, жарай ма? Кеттік. Өзіңіз оқыңыз. Енді мен оқимын, салыстырыңыз. 你会说中文吗? 你会说中文吗? Мағынасы: әрине бірінші сөйлемнің мағынасымен бірдей. Сен Қытай тілінде сөйлей аласың ба? Осы екі нұсқаны да білулеріңіз керек. Қытай қайсысын айтпаса да бірден мағынасын түсінуіңіз керек. Жауабы өздеріңіз оқыңыздар. Енді менің нұсқамен салыстырыңыз. 不是，我不会说中文。Тағы да. 不是，我不会说中文。Мағынасы: жоқ, мен Қытай тілінде сөйлей алмаймын. Түсінікті ғой? Ал енді келесі сөйлем. Өздеріңіз оқыңыз. Енді менің нұсқамен салыстырыңыз. 你会说什么语言? 你会说什么语言? Мағынасы: сен қай тілдерде сөйлей аласың? Енді жауабы. Кішкене ұзындау көрінуі мүмкін, ештеңе етпейді. Бірнеше рет қайталасаңыз, өте оңай сөйлей алатын боласыз. Кеттік. Өзіңіз. Енді менімен. 我会说俄语、英语和土耳其语。我会说俄语、英语和土耳其语。Әрине, тағы да қайталау керек болса, міндетті түрде видеоны тоқтатып, қайта-қайта тыңдап, қайталап алыңыздар, жарай ма? Ал кеттік. Мағынасы: мен орыс тілінде, ағылшын тілінде және түрік тілінде сөйлей аламын деген өте пайдалы сөйлемдер. Айтпақшы, бұл жерде сөйлемнің құрылымын әртүрлі ауыстыра аласыздар. Қытай тілін қоса аласыздар, бір жеріне қазақ тілін қоса аласыздар, немесе кейбір сөздерді алып тастай аласыздар. Ең бастысы, қалай құрылатынын білсеңіздер жеткілікті. Ал келесі сөйлемді оқыңыздар. Енді менің нұсқамен салыстырыңыз. 你会写汉字吗? 你会写汉字吗? Мағынасы: сен Қытай иероглифтерін жаза аласың ба? Енді жауабы. 是，我会写汉字。是，我会写汉字。Мағынасы: иә, мен Қытай иероглифтерін жаза аламын. Айтпақшы, осы сөйлемдерді мен үйреткен кезде бір затты айтпаппын. Мысалы, Қытай иероглифтерінің орнына кез келген тілді қоя аласыздар.
сен орыс тілінде жаза аласың ба, сен ағылшын тілінде жаза аласың ба, сен түрік тілінде жаза аласың ба деп әртүрлі сөйлемдерді құра аласыздар. Мысалы былай: 你会写英语吗? Немесе жауап: мен орыс тілінде жаза аламын. 我会写俄语. Немесе сен түрік тілінде жаза аласың ба? 你会写土耳其语吗? деп әртүрлі қолдансаңыздар болады. Ең бастысы сөйлемнің қалай құрылатынын білсеңіздер жеткілікті. Міне осылай барлығын мұқият оқып алдық. Енді тағы да бір рет қайталап өтейін. Әр сөйлемді 2 реттен оқимын. Сіздер мұқият бірдей қайталаңыздар. Кеттік. 你会说汉语吗? 你会说汉语吗? 是，我会说汉语。是，我会说汉语。ары қарай: 你会说中文吗? 你会说中文吗? жауабы: 不是，我不会说中文。不是，我不会说中文。келесі сөйлем: 你会说什么语言? 你会说什么语言? жауабы: 我会说俄语、英语和土耳其语。тағы да: 我会说俄语、英语和土耳其语。келесі сөйлем: 你会写汉字吗? 你会写汉字吗? жауабы: 是，我会写汉字。是，我会写汉字。Міне осылай жақсылап қайталап бекітіп алдық. Көрдіңіздер ғой, мен көп қайталағым келеді. Неге? Өйткені неғұрлым көп қайталасаңыз, соғұрлым нәтижеңіз өте керемет болады. Міндетті түрде практика жасауды ұмытпаңыздар. Бір-бірлеріңізге жазыңыздар, бізге жазыңыздар, тексеріп жақсылап айтып береміз. Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.